Баршаңызға сәлем, берекелі үй каналына қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тәбетті ашатын маринадталған пияздың жасалуымен бөлісемін. Алдымен жылы суды құйып аламыз, содан соң оған 1 ас қасық тұз саламыз. Содан соң 6%-лық 2 ас қасық сірке қышқылын саламыз. Жақсылап араластырып, туралған укропты қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Содан соң алдын ала туралып қойған пиязға қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 20 минуттан кейін біз оның суын сорғытып, тағамымызға пайдалана береміз. Бұндай пиязды палауға, қуырылған макаронға, қуырылған картопқа, қуырдақ тағамына, кәуапқа қосып жеуге болады. Сіз де жасап көріңіз. Ұнаса тіркеліп лайк басыңыз. Ас болсын.